Ассаляму алейкум, урметлі серджелер, бу UA TV студияда. Украина хабарлары бүгін февральнын 14-ті Жума акшамы күні. Илхак етілген Қырымда Русия федераль телекөсізлі қызметі хадимлері уч Қырымдатарны тутуп алды. Рустем Эмирусинов, Эскендер Абдулганиев ве Арсен Абхаиров федераль телекөсізлі қызметінің ерлі дәресіне алып кетірілді. Ишгалжелер фаалларны Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир тешкелаты иле алақалары олғанында қабатлай. Яқаланылған Эскендер Абдулганиев исе оның адвокаты Лиля Гемиджи көрішмеге істеді. Ама қанун құройжылар оны ичерейі бермеділер, рет жевап санки тақиқи әрекетлер да башланмағанына için oldu. Что будет происходить до... Тақиқи әрекетлер да башламаған женелер олажағыны білмейім. Имайымды олған кешіге насыл басқы япалажағыны да білмейім. Бұ дәлелерімні тақиқатшы диққатқа аслы алмады. Беклейджекміз, sonra есе бір шейден ұшмеген кебе олса, фаал тарызда әрекет етіп башлайжақмыз. Канунсыз суретті илхақ етілген Қырымда Русия федераль телекөсізлі қызметі хадимлері саба Қырымда тарфайларының евлеранды тынтув кечерді. Канун құройжы қызметлерінің хадимлері Құрман районының Буюконлар қасабасында яшаған Решат Эмирусинов ве оғлы Рустемнің еванды, Арсен Абхаиров ве Изет Абдулганиев ве оғлы Эскендернің еванды тынтув әрекетлер кешірді. Қырым бірдемлігінің білдіргеніне көре 69 яшлы Решат Эмирусинов Қырымда тармили әрекетінің фаал иштиракчысы ой илхақ етілген ярымадада басқыларға қарашы бір кішілік пикетлерге бір қач кере шыққан еді. Ульяна Супрун сағылық сақлав назиранын вазифесіні эдайты біле Киев бөлгеме мұри мәхкемесі олған қарарға көре салихиетлері қайтарылды. Мәхкемеджи Сергей Каракашьян меслятлашы фодасында уч күн кечірді, нәтижеде есе Супрунун вақтынжа вазифесінден узатылуы қында қарарны ләғу етті. Айны заманда назерлер кабинеті берген истинавшы киетіні қанайтлендірмеді, қарарны өз істегі еле алған. Фактично кабинет министров аслында назирлер кабинеті кене оқу қисасында. Да атуне он саба Ульяна Супрунның салихетлері yok еді. Махкеме қарарына көре әрекет етіп оламы еді. Бүгін есе назирлер кабинетінің емірне көре салихетлері бар. Түневін үкімет сағылық сақлав назерлігінің ішіні қысмен янартты. Ульяна Супрунға вакцина ве иләжіларны бөлгелер арасында Бөлештірмеге украинларны тәдәвелеві чын мемлекетті шына ебермеге ве тәчке затларның сатын алуына девам етмеге изін берілді. Февральның 5-інде Киев шәрінің бөлгеме мұри мәхкемесі халық мебюсы Игорь Масийчукның аризасыны қысмен қанайтлендіріп Ульяна Супрунға сақлық сақлав назиранын вазифесіні вақтынжа ижра етмеге ясақлаған еді. Себеп мемурның Америка ватандашлығы бар олғаны олды. НАТО қара денізде өз бұлынуыны арттырды. Бұл Украинаға Русия тәжевузы еле көрішівде ярдым еткенін ишареті. Бұл ақта НАТО баш кетебі Йенс Столтенберг Брюксельдегі матбуат конференциясы вақтында білдірді. О ерде НАТО мұдафа назерлерінің көрішіві олып кечті отырушылар черчевесінде Столтенберг Украина мұдафа назері Степан Полторак еле көрішті. Олар қара денізні нейтраль сувларында Русияның Украинды нәжделеріне япқан ұжымыны ве оның қанунсыз әрекетлеріне акис адымларыны музакире еттілер. НАТО итtifaqdaşları Украинаға қаршы Русияның тәжавүзи әрекетлері қабыл етілмез олғанына ашық айдын білдірді. Бұл Қырымның қанунсыз илхақы Донбастаки әрекетлерінен Украинадаки вазиетіні стабилсізлештірмеге девам еткен ұнтылывлар ве елбетте кереш боғазында Украина гемелеріне ве деңізжілеріне япылған ұжым. Шымды Украинаға ярдым етмек үшін невбеттеки адымларымызны түшінеміз. Украинадаки президент сайлавларында Русия көзетежелері олмайжақ. Бұл Украинаның суверенні ақы. Бұл ақта Украина юқары радасы рейсінің бірінші мовені Ирина Геращенко өз Facebook сәйфесінде язды.
Оның сөзлеріне көре Русиялелер президент ве парламент сайлауларына тек Кремль ишғал етілген топрақларына, Украин рейнелеріне ве Арбия сірлеріні азат еткен тағдерді көзеті болacak. Геращенко Украина дегер мемлекеттерден келген халқара көзет ежелеріні қаршылап алмаға хошнут олажағыны білдірді. Бүгінден баста рус ишгалчылары Украина аскерлеріне қаршы дорт силя қоланды епісі Донецк тарафында атеш астында опытный Авдиевка ве Пески қалды. Украина мұдафа назерлігінің мәліматына көре янжылар Минск лашмаларында ясақ етілген ағыр силялар қоланған. Майже одночасно. Саба саат 8 айны вақытта рус ишғал жордулары Пески, опытный ве Авдиевка мескен ерлерінің этрафында атеш açtı. 120 ве 82 калибрлі мина топлары құланылды. Ве бұның иле зырқлы силя танкларға қаршы гранада атқычлар ве хафиф силя құланылғанына қайдетілді. Америка Бірлешкен Дәулетлері Сенатының бақылауына Русия Федерациясына қаршы санкцияларының арттырылуы қанда қанун лейхасыны тәклif етілді. Бұқта Сенатның сайтында хабер етілі қанун лейхасы санкцияларының арттырылуыны көзде тұта. Шу жүмледігін Кремльнің кереч боғазындаки әрекетлері еді. Сөз Москваға Украинадаки тежавузы ве дүниядаки демократик әснасларына кірішіві себебінден иқтисади, сияси ве дипломатик сықыштыровның арттырылуы ақында. Сенаторлар Украина арбейденіс құветлерінің гемелеріне япылған ұжымға алақасы олған федераль телекөсізлік қызметінің 24 агентіне Русияның геми құруджы сасына авиа мемлекетінің тышындаки Русия дәвлет энергетик лейхаларына қаршы санкциялар қоймаға тәклif еті. Мечбури қону Лондрадан Бангкокқа учқан yolcu ұчақ көкке көтерілгенінден 1 саат кечкен сон Лондраның Хтроу авалиманында кері қайтты. Себеп, юг бөлігінде ярамай қапатылған қапу боқта News TV Таиланд нешірі білдіре. Учучылар қапу ярамай қапылғаныны учувдан ярым саат кечкен сон анладылар. Yolcularының телекөсізлігі үшін учақ кері Лондраға қайтты. Урметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберамысы дады чоқ хаберлерінің сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV елі олыңыз, ұзыңызге мұқайтылыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.